Бәлеріңізге сіздермен бірге бүгін Альбертен және жаңа видеома қош келдіңіздер. Бізде қазақша пульпамызда 3-ші серияға қош келдіңіздер. Бізде бүгін екі өте жақсы жаңалық бар. Бірінші жаңалық ол қазір ММге кіреміз және де статистикаға кіретін болсақ, бізде уже 4-ші левел наконец-то. Екінші жаңалық бізде FM-ді жазсақ, кефсеме, то есть крейттің формасына келдік. Айтпақшы крейттің 25-ші левел, оказывается. Мен в шоке, он просто. Наконец-то келдік на крейттің формасына. Так, үшінші жақсы жаңалық ол болса F-меню. И бізде сержант звонясы тұр мына жерде. Сержант наконец-то апать жеттік. Қолымызда 78 мың бар. Просто қуаныштымын. Военный билет алушы маған әлі 10 сағат ойнау керек. Енді пока что бір 2 күнде ойнай тұрсам, сол кезде уже военный билет алатын боламын. Так, енді біз қазір ВЧ-дан без разрешения шығып кете аламыз, то есть полковник және подполковниктердің рұқсатынсыз шығып кете аламыз, это очень easy даже. И біз қазір мына складқа келеміз, жүгіріп келеміз мына жерге, и мына УАЗ Патриот деген әдемі машинаны аламыз, двигательді қосамыз, и кеттік, в общем, по своим делам. Бүгін біз Black Pass'тағы квесттерді орындайтын боламыз. Так, донаты дегенге кіреміз. Black Pass и задание. Задание кірсек, қырғын среднего класса дейді. Кеттік средний классқа барайық. Так, GPS, так, автосалон среднего класса. Все. Қазір қайта машина алсақ, анау вроде исчезнуть етіп кетеді. Бізге вообще наоборот жақсы. Так что кеттік. Так. Двигатель включать етеміз и қайттан кеттік. Так, енді біздің қазіргі неміз, целіміз, ол жаңа Black Pass'ты келесі левелға жету үшін. Вот как раз мына жерде КамАЗдар тұр. Қаш, пропустите по-братски. Так, бізге қазіргі біздің мақсатымыз, помните, ана задек бізде бар еді, сол задекті бізде қазір гостқа следить жүру керек. Так, ол үшін біз бірінші болып неге барып алайық, жаңағыдай средний классқа барып алайық. Так, все, кеттік енді автосалонға, міне GPS наконец отметить еттік. Так, енді қазір не істейміз? Мен уже арғарата мынау записьті средний классқа келгеннен кейін бастаймын. Вот достар, мен осы Black Russian GPS-ін түсінмеймін да. Вроде дұрыс кетіп бара жатырмын, бірақ артқа қайт дейді да. И ұсынбап қайттан мен встречкаға ғана шығарып жүреді. Сосын жүрем, жын ұқсап. Вот қараңыздар, түзу кетеді, хотя мына поворот бар. Black Russian, осы жөндеп беріңдерші, пожалуйста, сендерден. Так, енді міне біз көріп тұрғандарыңызда средний классқа келіп қалдық. Қанша бір түнтті жүрген шығамыз, наверное, плюс-минус. Так, қалтамызда 78 бар, мен білемін, что 78-ға по-любому ештеңке алмаймыз, тем более. Поэтому вот мына келдік. Алекс Черков деген біреу не деді екен. Skyline, самый дешевый машина, өзі 680 мың тұрады. Так, енді донаты еге кіреміз. Black Pass, задание. Қай жерде? Вот міне. Поднимаемся с колен. 2000 рублей просто быстрее алдық. Так, на любом автосалоне дейді. Тура осы жерден қазір осыны нетеміз, аламыз. Так, тест-драйв. Қанша 7500. Ну, ладно, пусть. Машина. Скоро бізде осыны атын шығамыз, примерно бір 10-шы, 11-шы серияларда. Осыны жасату жұмысты керек дегенде ғой. Мен бірінші военный билетті алайын, сосын барып жаңағыдай армияда уволить етем. И қайтадан кіремді, ана армейский баронда плотно фармить етем. Сөйтіп ақша жинап, осы Skyline'ды аламын. Негізі жақсы машина, маған қатты ұнайды. Мен өзімнің Purple Забанин аккаунтымда тура осындай Skyline, фиолетовый вроде. И сол үшін дрифт и спорт оған өте мықты машина еді. Так, енді шығамыз просто былай, чтоб шығып кету үшін. Болды, выход деген басамыз. Все. Так, донатқа кіреміз. Black Pass, задание, краш тест.
Бірақ минусқа кеттік по-любому. Ну, ладно, пусть. Так, водитель эксперт. Так, меломан. Должен с чего-то начинать. Так, точно вот низкий класс бізге ең жақыны. Так, низкий классқа барайық дәл қазір. Так, низкий класс бізде вот мына жерде, иә. Как раз вот сол низкий классқа барғаннан кейін бізде как бы не болады. Что-то зайчик болады, сол зайчик аламыз, госоцелить жүреміз. Так, 16-15-те вроде слет болады, бүкіліне автосалон бар пополнить етеді. Вот сияқтан слеттан біз жаңағыда не алуға тырысамыз. Питбайк алуға тырысамыз, потому что питбайк ол өте жылдам транспорт мотоциклдардың ішінен. Ну, енді тез скорость алады бір жағынан. Ол негізі не жаңағыдай керек зат. Так, енді бұл үстіп түзу жүреміз да, и қазір уже записьті қосатын боламын. Қазір осы квестеген, по-моему, перезаход ету керек, потому что мынау машина өте баяу. Поэтому Фоманың гаражына кіреміз де, сосын барып не аламыз ау деймін. Жаңа нормальный бір машина алып, солай жүреміз, потому что мынау машинамен ешқайда алыс жаққа бара алмаймыз тіпті. Қараңыз, 111 арен етіп жатыр. Тем временем скутер бұдан тез жылдам болады, ал бұл болса ең жайы. Так, біз енді неға келдік. Қазір автосалонға кіру керек болатына. Так, если жүгіріп келдік. Это сзади, конечно же, как всегда, 0, потому что бәрі перепродажаға алады. Так, донат. Вот, бізде донат самый интересующий. Так, блэкбасса кіреміз. Это нужно с чего-то начинать деген басамыз да. Забрать деген басамыз, потом так, в ритме большого города, на связи. Так, пополнить счет телефона дейді. Ну, вот мына жерде міне не бар? Банкомат бар. Пополнить вот мобильный телефон. Просто аламыз да. Қанша? 1 рубль ма? Отырамыз, все. Вот, все, мы потратили. Сосын донатқа кіреміз. Блэкбасс, задание, на связи. Все. Болды. Так, енді бірақ не болсақ болды. Все. Так, мынаны енді орындаймыз, потому что ол сәл қымбатырақ. Наденьте маску на лицо, может повезет. Призрачный гонщик, без 5 минут банкир, король тюнинга. Отмечаем. Қалтамызда ровно 80 000. Плюстамыз. Так, промокодтың машинасын аламыз да. На месте парковки дейміз. Так, самый ближайший азызға келдік. Енді бізде қазір керегі мынау маскаға одеть ету. Все. Так, сосын қайтамен донатқа кіреміз. Блэкбасс, задание. И мы начали инкогнито собрать дейміз. Все. Болды, на изи бұл ақша тауып отырық. Блэкбасс өте новичоктарға өте қатты көмектеседі сразу айтайын. Поэтому осыны орындау керек обязательно. Так, енді мынау камере, черный камеремізге отырамыз. Таксовать етіп көруге де болады негізі. Не дейміз. Мына жерде біздің Фоманың сомынный несі жатыр. Машинасы жатыр. Ол бізде интересовать етпейді. Бізде камера бар, біз випка запись. Больше нам ничего не надо деймін. Так. Випка запись жүр ғой мына жерде. Так, в общем, балдана Борис Кидалов деген, в общем, 100 ақша тастап тұрады, әр жүрген сайын. И, в общем, бұны Таказика дейді. Таказик, так, давайте бірінші отметить деп қоямыз. Казиноны, вот, мына жерде. И қазір тез барайық сияққа. В общем, мына баған Казикке алып келдім де, және де Артур мен Никоглайды қазір енді арзымас банкқа апаратыр. Ол жақын жер, как бы 1000 төлеп қойды ол жұмағанда. И біз қазір оны по-честному бәрін бүкіл жаққа апарамыз, как бы. И сол арзымас банкта көп адамдар болады, как обычно. Сияқтан, возможно, еще без 5 минут банкир деген квестті орындаймыз. Мә достарым, до сих пор шогем, қараңдар. Инкассаторлар жүр не жерде. Инкассатор. Сибірдің ашылғанына 1 апта болды. Уже инкассаторлар жүр.
олар күні-түні, по-моему, ойнайды бар ғой, мне кажется. Так, ладно, оларға біздің қатысымыз жоқ. Донатқа кіреміз, Black Pass задание. И без 5 минут банкер забираем. Так, еще Black Pass нам 2000 рублей, это тоже алып кетейік. Как бы тоже нужно. Вот. Они 2000 алып кеттік. Так, с такси куда угодно. Жазамыз болды. Достар, осы путь баршаны поддержать еткілеріңіз келсе, онда осы Воронеж серверіне кіріп менің никімді Альберт Йонгты терсеңіздер, мен өте қатты сіздерге риза болатын боламын. Бізде қазір 15-тен 57 кетті, төбеде саға қарап тұрсаңыздар. И қазір біз просто барамыз, жаңағыдай уже инкассаторлар жүр. Инкассатордан жаңа біреуінен сұрадым мен, сенде қақтан уже 15-ші левел, еще ол без доната нетіпті. Ол айтты маған, что күніне 17 сағат ойнау керек, поэтому ота еще 18-ші левел. 3 апта болды осы сервердің ашылғанына, оларда уже 18-ші левел, өте жестко. Олар күніне 17 сағат бойы ойнайды екен. Енді мен де көп ойнайтын боламын, енді барымша, чтобы левелді көбінесе не прокачать етіп. Кстати, 5-ші левелда бізде МЧС-тің работасы доступен болады, ол уақытта да жақсы ақша табуға болады негізі. И уже 10-ші левел, 15-ші бар, көп левелдер аша беретін боламыз. Сіздер главное менің никімді терсеңіздер болды, и 3-ші левел жетсеңіздер болды. Мен сіздерге өте қатты риза болатын боламын. Ал біз қазір неяққа келеміз, жаңағыдай Ниси классқа барамызды қазір, Жигулимізді как бы сливать етеміз қосқа, чтобы жаңағыдай неяқта 90 мың болу үшін, как бы 2000 жетпей жатыр, но хотя бы по-любому, все равно как бы да, аламыз, просто сатамыз и все. Так, біз енді неяққа келдік қазір. Так, көбісіне походу камера түсті, маған тоже как бы кар, выгрузить транспорт, кар деймізді, Зазик отметить. Так, 300 рублей кетірдік, ладно, все равно. Хотя 300 рубль біз үшін үлкен ақша деп ойлаймын. Так, біз да қазір бізде не жақта не болайын отыр, по идее болайын отыр. Так, кар, Зазик аламыз, загрузить на месте парковки, потом sell car, и 10 мыңға сливать етеміз. Сонымен біздің счетымызда 98 мың ровно болды. Енді тағы кішкене жетпей жатыр. Так, қазір камбаримізді аламыз, кетеміз, қаяққа болсын. Так, енді біз кеттік мотосалонға. 5 секунд өткенше уже қалтамызда 101 мың табылды. Өткені жаңа бізге зарплата түскеннен кейін маған плюс 3 мың зарплата түсті организацияда. И сол ровно 101 мың біздің счетымызда пайда болды. Так, ой, поворотты өткізедік, бірақ встречкаға бара алмаймыз, өткені бізде как бы неяқта штраф алмау керек. И қазір біз былай мотосалонға барамыз. Достар, по-моему, мотоциклді келесі серияда алатын боламыз, өйткені бізде жаңағыдай менде оказывается лицензия жоқ екен. Лицензиям болса келесі серияға тапсырамын. Ал пока что біз сіздермен бірге қоштаса тұрамыз. Сіздермен болған мен бүгін Альберт Йонг. Менің каналыма подписаться етіп, жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар обязательно. Және де бәріңе сау.